Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ең дәмді, өте керемет булочка рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қамырымызды дайындау үшін сұйық май, шекер, дрожж, тұз, сүт, ұн. Сүтіміздің жартысына дрожжымыз салып ашытып қоямыз. Біріншіден ыдысымызға сүтімізді құямыз, шекеріміз саламыз, ашыған дрожжымызды саламыз, сұйық майымызды саламыз, тұзымызды саламыз, жұмыртқамызды салып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды салып, тағы лопатканың көмегімен араластырамыз. Қолымызбен жақсылап елейміз. Қамырымыздың бетін жауып 2 сағатқа қоямыз көтерілгенше. Қамырымыз дайын болды. Противнімізге қамырымызды әдемілетіп, дөңгелетіп қоямыз. Булочкамыздың бетін жауып 1 сағатқа қоямын. Коржысын дайындайтын боламын. Шекер, май, ұн қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Әдемілеп көтерілген булочкамыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып болған соң коржымызды себеміз, духовкаға салып, булочкамыз дайын болды. Ас болсын.